Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз өзіміз атап өткендей, бүгіннен бастап біз Bondi AI деген платформаны іске қостық. Бұндағы негізі мақсатымыз осы кейінгі жылдары, осы соңғы 2-3 жылдың ішінде біздің мына білім әлемімізде көптеген өзгерістер болып жатыр. Сол себепті бүгінгі жағдай, әлемдік технология, барлық адамзаттың бүгінгі жетістіктері негізінде осы Bondi AI платформасын құруды жөн көрдік. Біздің негізгі объектіміз бұл осы жасанды интеллект және ұлттық тәрбиенің интеграциясы бойынша виртуалды лаборатория құру. Бұл жерде осы кейінгі жылдары біз өзіміз қол жеткізіп отырған көптеген мәселелерді талқылап, және өзіміздің ұсыныстарымызды айтамыз. Біріншіден, қазір жасанды интеллект деп айтар болсақ, мысалы әлемдік деңгейде бұл мәселе міне көптеген ғалымдардың, көптеген және зерттеушілердің және эксперттердің де назарын аударып отыр. Қалай дегенмен де осы жетістік соңғы жылдары білім жүйесіне де өте қатты әсер етіп келеді. Біздің міне қазіргі балаларымыз, немерелеріміз осы жәнегі жасанды интеллект, artificial intelligent дейді. Осының көптеген жәнегі цифрлық сервистеріне, цифрлық өнімдеріне сондай қатты қызығып отыр. Атап айтқанда, мысалы көптеген ғылыми және бағыттағы осы жаңа буындағы ғалымдарында тілектері, ойлары, зерттеу нәтижелері үлкен бізге ой салып отыр. Бұл орайда Британика және Википедияны қарайтын болсақ, міне осы жасанды интеллектке байланысты көп дүниелер айтылып отыр. Енді осының айталық осы мәселеге міне назар аударып отырған және осы туралы міне ресурстарды көріп отырмыз. Міне ең соңғы ресурстар 22-23 жылдан басталып, осында көптеген мәселелер жасанды интеллекттің білім жүйесіне қалай әсер ететіні айтылып отыр. Осы орайда біз сіздерге атап өткендей, жасанды интеллекттің және оның білім жүйесі, немесе artificial intelligence in education, осы туралы оның білім жүйесіне әсері туралы айтамыз. Сосын жалпы осы Bondi AI платформасы, бұның жәнегі біздің ана тіліміздегі көптеген жәнегі қысықты, көптеген әлі толық зерттелмеген дүниелерді жасанды интеллектінің білімге, тәрбиеге мәселесі туралы айтылады. Сосын ұлттық құндылықтар хабы, яғни бізде биыл біртұтас мемлекеттік тәрбие бағдарламасы жолға қойылды. Мемлекеттік деңгейде болғандықтан біз енді оған негізделуіміз керек. Соның бір мәселесі ретінде ұлттық құндылықтар және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тәрбие беру мәселесі соңғы жылдарда айтыла басталды. Мемлекет басшысы, сосын ұлттық құрылтай, Қазақстан президент Тоқаевтың
жолдауында. Сонымен қатар бізде екі министрлік бар: оқу ағарту және жоғары білім, ғылым және жоғары білім. Осы жәнегі министрліктер төңірегінде жасанды интеллект және оның әсері қаншалықты екені айтылады. Осы арада біз әлемдік деңгейдегі мына education technology, осы мына ұлттық жәнегі құндылықтар, жалпы адамзат құндылықтары, сосын жасанды интеллект мына соңғы жетістіктері, Midjourney, Neural Net, чат GPT, тағы басқа көптеген мына жаңалықтардың, феномендердің тәрбиеге, білімге, компьютер арқылы, смартфон арқылы бізге өте үлкен әсер тигізіп жатыр. Сонымен қатар біз этнопедагогика, атап айтқанда этнопедагогиканың жәнегі практикалық мәселесі болып табылатын ұлттық тәрбие туралы айтамыз. Бүгінгі таңда көптеген зерттеушілер, магистрлер, PhD докторанттарға скоз платформасында мақала жазып айтылып отыр. Ол да біздің назарымыздан тыс қалмайды. Бүгінгі таңда мектепте, колледжде, университетте жаңаша стратегиялар пайда болды. Атап айтқанда интерактивті оқыту жүйелері, инновациялық оқыту жүйелерінде көптеген мүмкіндіктер ашылып отыр. Енді олар өте көп. Біз мысалы атап айтқанда бізге ArcGIS, немесе ArcGIS дейді, EOS Explorer, Google Earth, Virtually Reality сияқты дүниелерде, сосын 3D Illustration сияқты дүниелер жалпы біздің мәселеміздің бірі болып табылады. Сондай-ақ бүгінгі таңда көптеген платформалар, атап айтқанда Amazon, Steam платформасы, Alibaba, сондай-ақ мына TikTok әлемі, Sigma, Canva сияқты дүниелер. Осының бәрінде тек қана біз презентация жасамаймыз, сонымен қатар өзімізге қажетті дүниелерді нақты өзіміздің жәнегі күнделікті өмірімізге сай дайындауымыз керек. Енді бұл туралы көп айта берсек қызықсыз болады. Жалпы осы 21 ғасырдағы айталық білім мәселелеріне келетін болсақ, біз жәнегі ең бір нақты мәселеміз ол hard skill және soft skill платформалары. Яғни оқыту, тәрбиелеу, үйрену, қабылдау, ендіру, қолдану сияқты дүниелерді жас ұрпақтың соған қалыптасуына қажет деп санап отырмыз. Енді осы орайда біз жақында мемлекеттік біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында жасанды интеллект және ұлттық құндылықтарды интеграцияландыру технологиялары деп жақында осы Есік қаласында республикалық конференцияда үлкен мүмкіндік алдық. Енді біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында деп айтқан себебім, өйткені осыған себепші болған бізде Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі жәнегі тәрбие және қосымша білім беру департаменті, сонымен қатар ұлттық құндылықтар академиясы, Абай Алтынсариндағы атындағы ұлттық білім академиясы мамандары, басшылары осы кейінгі кезде мына жасанды интеллекттің тәрбиеге қалай әсер етіп жатқаны туралы үлкен әңгіме болды. Ол YouTube арнасында айтылды. Сол жерде осы біз көтеріп отырған мәселе де осы проблеманың бір үлкен мәселесі ретінде айтылды.
Ондағы негізгі мәселе жасанды интеллект және бүгінгі оқу тәрбие мәселесін біз қалай қабылдаймыз. Рас, аға ұрпақ, жас ұрпақ, өскелең ұрпақпен міне арада бізде кейбір жәнегі кеңістіктер пайда болды, иә. Немесе дистанция деп те айтады, немесе жәнегі жәнегі интеграция деп те айтуға болады, дистанция деп те айтуға болады, интервал деп те айтуға болады. Міне осындай нелер алшақтап жатыр. Осы орайда біз осы жасанды интеллект заманында ең бірінші ұлттық құндылық дегенімізге тоқталғымыз келіп отыр. Ұлттық құндылық деп айтқанда біз оны қай жағынан жәнегі бағдарлаймыз. Ең бірінші әрине қарапайым сөзбен айтатын болсақ, бұл біздің тіліміз, мәдениетіміз, біздің рухани қазынамыз, біздің материалдық мұрамыз, біздің жалпы ұлттық кодымыз, біздің ұлтымызға қатысты көптеген дүниелер, атап айтқанда техникалық мүмкіндіктер, интеллектуалдық мүмкіндіктер, сонымен қатар 20-дан астам жәнегі дүниелерді айтуға болады екен. Ал енді бүгінгі таңда бізде Қазақстан Республикасы президенті айтқандай мектепте тәрбие жұмысын және оны ұйымдастыру тәсілдерін жаңарту керек деп 15 наурызда Атырауда өткен ұлттық құрылтайда айтқан екен. Ондағы барлық жәнегі бүгінгі мәселе біртұтас тәрбие бағдарламасы, соның ішінде бірнеше бағыттарды бүгінгі заман талабына. Бүгінгі заман талабын ең бірінші бұл технология ғой. Соның арасында мысалы біздің рухани дүниеміз, тәрбие, білім, сонымен қатар мәдени, тарихи мұраларымыз және басқа құндылықтар деп айтуымызға болады. Енді қалай дегенмен де бізде 3000 жылдыққа біз келе жатырмыз. Бұл өте үлкен жауапкершілік. Осы 3000 жылдыққа бара жатқан сапарымызда біз мына ақпараттық технология замандарының өте жәнегі қарқынды дамып жатқанын көріп отырмыз. Атап айтқанда Generative Pre-trained Transformer, ChatGPT-дің немесе Industry 4.0 сияқты бүгінгі мына үлкен мәселелер сөзсіз бізге білім, оқу тәрбие саласында басқаша стратегияны қабылдауды бізден талап етіп. Енді осы біздің айтқан сөзіміз барлығы тек қана бүгін ғана ойлап, бүгін ғана жазған емес. Осы ойды басталуына 90 жылдары жазылған Атамекен ұлттық тәрбие бағдарламасы түрткі болды. Енді бұл бір жағынан рухани, мәдени жағынан біздің жаңғыруымыз болса, екінші жағынан бұл жерде Қазақстанның тәуелсіздік алған жылдары мектептегі оқу тәрбие жұмыстары қандай жағдайда жүру керек деген мәселені айтылады. Міне бұл жерде байқап отырмыз, тек қана айталық мәдени, салт, дәстүр, рухани дүниелерден айтылып тұрған жоқ. Сонымен қатар бұл жерде айталық прогрессивті дүниелер де айтылып кетті. Иә, айталық зерде бағыты дейді, онда айталық ғылыммен айналысу деген сияқты. Енді бүгінгі таңда жалпы мына ұрпақтар сабақтастығында Generation Z, Y, Альфа сияқты ғалымдар осындай адамдарының коммуникациясы арасындағы кейбір дистанцияларды, кейбір интервалдарды байқап отыр. Дистанция, интервал дегеніміз, мысалы, жалпы барлығы жерде европалық
иә европалық құндылық деп жалпы алдыңызға құндылық деп айтамыз. және оған да негізделген. бірақ дегенмен де біз әрбір өңір, иә, айталық Сингапур алсақ, Финляндия, қысқасы оңтүстік Африка Республикасы, Европа, Американы айтпағанда, Жапония мен Кореяны айтпағанда, иә, тіпті өзіміздің мына орта азиялық, бүгінгі таңда оны яғни Түркістан, иә, аймағы деп алып отырмыз. Мінезі осы жерде де көптеген жәнегі жасанды интеллект дүниесіне қатысты көптеген мәселелерді айтып кетуімізге болады. Біздің енді негізгі тақырыбымыз бұл жасанды интеллект және ұлттық тәрбие. Ұлттық тәрбиені біз енді ұлттық құндылықтар, жалпы адамзаттық құндылықтар, иә, соның объектісі ретінде алып отырмыз. Ал енді біздің Қазақстан жағдайында соңғы жылдары айталық кітаптар, сонымен қатар айталық музыкалық, интерьер, дизайн, тағы басқа дүниелерді айталық өзіміздің мына халықтың өмір сүріп отырған ортасы, табиғаты, сондағы кейбір ерекшеліктермен және генерациялау туралы мәселелер көтеріліп жатыр. Бұл өте қызық және өте және тартымды да. YouTube жәнегі платформасы арқылы біз кез келген дүниелерде өзіміздің ойымызды айта алады екенбіз. Сонымен қатар YouTube арқылы біздің көптеген контенттер, яғни біздің қазақи контенттер деп болсақ болады, біздің ұлттық музыка, күй, импровизация, тағы басқа дүниелер арқылы көптеген клип, саундтрек, электронды кейбір өнімдер, аппликациялар дайындалды. Бұл да өте қызық. Сонымен қатар екіншіден бізде мына жасанды интеллект және ұлттық тәрбие интеграциясына соңғы жылдары мына әлеуметтік экономикалық, экологиялық жағдайлар қатты әсер етіп жатыр. Жалпы климаттың жылынуы, COP98 жаңағы Париж жобалары, сонымен мынау декарбонизация, жасыл технология, атом электр станциясы арқылы жасыл энергиялар мәселелері. Сонымен қатар ұшатын адам, ұшатын көліктер. Сонымен қатар климаттың жәнегі табиғи балансты сақтау. Сол жағдайда бізде жасыл технология негізделген көптеген оқу тәжірибелік жұмыстарды мысалы мектеп ауласында жүргізу мәселелері көп қолға алынды. Атап айтқанда, мысалы теплицалар салынды. Мектептерде қазір биогумус, вермикомпост, гидропоника, микрогрин, биогаз сияқты, сонымен басқа да жылыжайлар ашу туралы, яғни әкімшілік, ата-аналар, бизнес қауымдастық, мемлекеттік қоғамдық ұйымдармен көптеген жәнегі ынтымақтастықтар пайда болды. Енді осы біз Есік қаласына бару себебімізде, сол Есік қаласындағы аудандық әкімшілік, аудандық оқу бөлімі, сонымен қатар Райымбек атындағы мектеп пен Жандосов атындағы мектептегі мұғалімдер, оқушылардың осы жасыл технология негіздерінде вермикомпост индустриясын дамытуға арналған жұмыстары өте бізді қуантты. Сонымен қатар тек қана технология емес, сонымен қатар туризм, спорт, сонымен қазір әлемдік деңгейде үлкен қолға алынып жатқан нелер бар. Мысалы аттракшн деген сияқты. Осы орайда біз өзіміздің жәнегі ресурстарымызды пайдалануымыз керек. Оған жақында өткен дүниежүзі көшпенділерінің ойындары, осыған да түрлі ұлттық ойындар,
сонымен қатар э, оқушылар, студенттердің өздерінің қызығатын ойындары. Атап айтқанда, осы жобада ана хедбол ойында ұсынсақ дейміз. Э, Енді біздің жалпы осы ұлттық құндылық деген уақытта біздің ойымызша былай, мына білім мекемелері жанынан мектеп, балабақша, колледж және институт, университет жанынан біздер осы ұлттық құндылықтар және жалпы адамзат құндылықтар денеге хабын құруымызға болады, немесе технопаркін. Ал осы құру барысында біз бірнеше бағыттар ұсынамыз. Міне мынаның әрбір бағытына біз жете тоқталып, өз ойымызды білдіруімізге болады. Және осы арқылы осы ютубтың көмегімен және басқа және білім технологиясы трендтердің көмегімен осыны біз ары қарай генерациялауымыз. Енді қазақ тілі туралы мәселе өте ауқымды мәселе. Бізде халықаралық қазақ тіл қоғамы және оны басқарып отырған өте заманауи маман, технолог, сосын және жанашыр, ұлттың тарихын, мәдениетін, рухани қазыналарын жақсы білетін, сонымен қатар IT саласында меңгерген өте прогрессивті біздің азамат бар, Рауан Кенжехан. Бұның енді осы қазақ тілін қолға алуына біз үміт күтеміз әрі. Енді бұл жерде қазақ тілі эндаумент қоры деген сөз айтылды. Міне осы қорының құруына барлығымыз атсалыссақ дейміз. Осы мектепте үлкен акция болса деп ойлаймыз. Сонымен қатар бізде негізі English Club деген көп жетістіктер бар ғой. Біз енді қазір шетелде немесе қазақ тіліне қызығатын адамдардың бастарын қосып, қазақ Speaking Club деп жұмыс жасауымызға болады. Енді біздің негізгі объектіміз ол ұлттық тәрбие. Ұлттық тәрбие туралы енді қазақи форматта жақсы айтылады, өйткені бұл өзіміздің қазақи дүние танымызбен, қазақи философиямен, қазақи құндылықпен ұштасып жатыр. Ұлттық тәрбие деген сөз бізге сондай қатты әсер етеді. Ал енді бұны енді басқа тілге аударсақ, мысалы орыс тіліне аударсақ, ол национальное воспитание болып шығады. Ал ағылшын тілді ресурстар national upbringing деп айтады. Енді ондай сөз ғылымда көп кездеспейді, бірақ олар education system деп алады да, осы оқу тәрбие бір аспектісі ретінде. Ал егер аны ұлттық немесе этнопедагогикалық, этнопсихологиялық тұрғыдан алсақ, ағылшынша деректер оны social cultural heritage, яғни әлеуметтік, мәдени, әлеуметтік құндылық деп алу керек деп санайды екен. Сондықтан бұны да біз бірге отырып және іске асуымыз керек. Өзім жұмыс істейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагог университетінде осы көп жылдар бойы ұлттық тәрбие кафедрасы ашылған, ұлттық тәрбие журналы. Бүгінгі таңда университеттің барлық студенттеріне ұлттық тәрбие жәнегі пәні оқытылады. Ал енді бұған не қосуға болады? Бұл жерде ұлттық педагогика, ұлттық психология, енді біз енді одан ашық айтуымыз керек. Сонымен қатар отбасы, микротоптар, сосын балалар мен жастардың ұйымдары. Бүгінгі таңда бұрын скаут болды, сосын пионерия келді. Пионериядан кейін 90-шы жылы Атамекен балалар ұйымы, 93-ші жылы Жұлдыз балалар ұйымы. Сонан кейін осы Атамекен Жұлдыздан кейін 2011 жылы Жас ұлан құрылды.
міне осы дүниелерде осы балалар болғандықтан бұларға жасанды интеллект пен тәрбие интеграциясы туралы жұмыс жоспарларын құруға болады. оған енді мысал ретінде біз осы абай университетінде дайындаған бән бала роботс жобасын ұсынуымызға болады екен. бүгінгі таңда чат GPT осы жасанды интеллект, оның ішінде осы жасанды интеллекттегі өте прогрессивті жағдайда жәнегі дамып жатқанын байқаймыз. оған әйгілі Open AI компаниясы міне бүгінгі таңда бұл кез келген сөзді айталық, кез келген сұрақты, кез келген ғылыми анықтама, медицина, тарих, социология, философия, саясаттану, жалпы мынау айталық техникалығы, математикалық, физика тағы басқа тақырыптар бойынша мысалы сіз сұрақ қойып чат-бот арқылы дайын жауапты ала аласыз. міне бұл бір жағынан айталық робот мұғалім, робот мұғалімнің сізге берген жауабы осы міне осы оқу тәрбие үрдісіне қатты әсер етіп отыр. мына жерде енді айтатын болсақ, мысалы AI state of art дейді, deep learning дейді, natural language processing дейді, machine learning деген сияқты. ал енді осының ішінен мына жасанды интеллект және білім, artificial intelligence in education, AI in higher education, AI in secondary, AI in non-formal деген сияқты платформалар пайда болды. енді біз қалай дегенмен де 3000 жылдыққа жақындадық. 3000 жылдыққа мысалы осы мына Википедиядағы біз мына көріп отырғандай 21 ғасырдағы жәнегі білім стандарттары, оқу тәрбие модельдері қалай болады дегенде ғалымдар жәнегі new media, сонымен қатар hard skill, soft skill, AI in education, STEM сияқты жәнегі осындай трендтерге назар аударуды айтады екен. оның білім жүйесіне, тәрбиеге әсер ететіні айтылып отыр екен. сонымен қатар lifelong learning, яғни өмір бойы оқу туралы қағидаттарда осы 3000 жылдықтың негізгі концепциясы болуы мүмкін екен. сонымен қатар біз мына ұрпақтар сабақтастығы дейміз ғой. міне осы бойынша мысалы альфа ұрпақтары, Z ұрпақтары, миленис ұрпақтары, осылардың барлығын ынтымақтастық ретінде көптеген жаңаша бағыттағы қызықты оқу тәрбие жұмыстарын жұмысқа болады. оны енді біз workshop, digital society, сосын deep learning сияқты форматтармен жалғастырады екенбіз. ал енді осы біз айтқанды мына соңғы жылдары халықаралық ұйымдар, атап айтқанда жәнегі Commission of Achieving Necessary Skill, Partnership of First 21st Century Skill деген сияқты. сонымен қатар біздің қазақстандық білім ленд жобаларын атап өтуімізге болады. енді мен осы бірінші жәнегі сабағымды аяқтаймын. енді ары қарай жалғастырып өз ойларымызды айта отырайық. бұл себепті келесі кездескенше сау болыңыздар.